Сәлем достар, плюс бәріне керек арнасына қош келдіңіз. Бүгін сіздермен қияр қосылған су туралы айтатын боламыз. Қияр қосылған судың қандай емдік пайдасы бар екенін білесіз бе? Осы жайында білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін тыңдаңыз. Арнамнан алыстамау үшін тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қияр суын емдік үшін таңертең ішу қажет. Диетолог мамандар қияр қосылған судың адам ағзасына пайдасы шаш етектен дейді. Олар таңертең бір стақан қияр қосылған су ішсеңіз, мына 6 түрлі аурудың алдын алатыныңызға кепілдік береді. Ендеше саулығымызға да, сұлулығымызға да пайдасы мол қияр қосылған су ішуді әдетке айналдырайық. Сонымен қияр қосылған су мына ауруларға ем болады екен. Бірінші, саулығыңызды жақсартады. Қияр қосылған су қан қысымын реттейді. Оның құрамындағы калий, магний және натрий элементтері инсульт, жүрек талмасы, бүйрек ауруларының алдын алады. Екіншіден, тәбетті болдырмайды. Егер сіз таңертең аш қарынға бір стақан қияр қосылған су ішетін болсаңыз, онда қарныңыздың ашқанын сезе қоймайсыз. Әсіресе артық салмақпен күресіп жүргендерге таптырмайтын әдіс. Теріні тазалайды. Сіз қияр қосылған су ішуді әдетке айналдыратын болсаңыз, онда теріңіздің саулығы жақсарады, әрі жасарады, тегістеліп, ылғалданады. Мұндай қасиетке құрамындағы кремний элементінің арқасында қол жеткізе аласыз. Төртінші, ағзаны ылғалдандырады. Қияр қосылған су тәнді де, жанды да емдейді. Теріні ғана емес, ағзаңызды да нәрлендіріп, ылғалдандырады. Сонымен қатар жүрек қан тамыр ауруларынан қорғайды, әрі улы заттан тазартады. Бесінші, дәруменмен байытады. Қияр адам ағзасына қажетті минералдар мен дәрумендердің қайнар көзі. Әсіресе А және С дәруменіне өте бай. Аталған пайдалы заттар ағзаға тез еніп, оңай қорытылады. Алтыншы, ағзаны уланудан қорғайды. Ағза уланған жағдайда бір стақан қияр қосылған су ішсеңіз, 2-3 минуттан ақ керемет нәтижесін көресіз. Сондай-ақ бүкіл ағзаны шлактан, улы заттан тазалайды, әрі денсаулықтың жалпы жағдайын жақсартады. Қияр суын қалай дайындаймыз? Емдік қасиеті орасан бұл судың дайындалу жолы өте қарапайым. Бізге 2 дана қияр, 3-4 тал жалбыз, 1 дана лимон, 2 литр таза ауыз су қажет. Кеңдеу ыдысқа суды құямыз, қиярды жіңішке етіп, ұзыншалап турап саласыз. Оған жалбыз бен лимон тіліктерін қосып араластырасыз. Ыдыстың қақпағын жауып, тоңазытқышқа қойып қоясыз. Емдік суды түнде жасағаныңыз жөн болады. Таңертең дайын болған суды шектеусіз іше беруге болады. Егерде лимон мен жалбыз болмай қалған жағдайда ештеңе етпейді. Тек қана судың өзіне қиярды турап салып, тоңазытқышқа қойсаңыз да болады. Немесе бөлме температурасына қойып ішсеңіз де болады. Қиярдың өзін жеу немесе қиярдан жасалған маскаларды қолдануға қарағанда қияр қосылған суды пайдаланған денсаулыққа өте пайдалырақ. Қияр қосылған судың пайдасы сізге ұнаған болса, каналыма тіркеліп, өз пікірлеріңізді білдіріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек сіздер үшін, сіздермен бірге плюс бәріне керек арнасы.